Assalamu alaikum туғандар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 24 декабрь Сокулук мал базары. Бул жерден эки бөлүк тартабыз. Биринчи өспүрүмдөрдү, анан кийин аттар тартып көрсөтөбүз. Азыр башында өзүңүздөр сурангандай өспүрүмдөрдү көп тарт деп жазыңыздар. Өспүрүм бар экен, бул жерде 2 жаш кунан дейт. Баасы 500 000 дейт. Где-то 5,5 000 доллардың тегерек болуп калат. Азыр номерин, ээсин таап алганга аракет кылам. Номери +996 777 69 50 10 деген номерине байланышыңыздар. Кунан деди 500 000 кем бар дейт. Дальше азыр жакшы өспүрүмдөрдү тандап көрсөтөбүз. Ондар бул жерде да бир полторашкабы, кунан сатылыптыр. Азыр реальный баасы сурайынчы. Канча болду? 110 кетти. 110 000 сомго кеттир. Кунан чыкма деп бая содасы болуп жаткан 110 000 сомго сатылды. Бул жерде дагы бир жакшы кулун келиптир. Эркек кулун дейт. Көрүңүздөр, турган турпаты. Баасын айтсаңыз, баасын. 70 000 сом, а? Долларга 8 долларына жетпеген акча болсо керек. Азыр номерин алып берейин сиздерге. Номеринизди айтып коюңуз. 0500 65 65 69 69 65 65. Ушул номерге байланышыңыздар. Доставкалардагы бар дейт. Бул кулунун турган турпат. 6 айлык кулун, чум кара тугандар. Ондар бул жерде дагы бир жакшы кулун түшүптүр. Кулун бу? Канча деп атасыз? 80 000 сом. Быйылкы кулун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге көбүнчө эле видеону узак кылбай, болушунча видеону паузага коюп, жакшы тандап гана тартып берейин дедим. Падират эле астан чыккан эле тарта берсем, сиздерге деле интереси жок болуп калчудай. Ошого жакшы кулундарды болушунча көрсөтүп берейин. Азыр ээлери болсо, мында да бир кара кулун бар экен. Мына караны канча деп атасыз? Кара канча? 65. Бул кулун эмес, полторашка байтал экен. Нерден ады эртең менен. Мына канча деп атасыз? 32 000. Эркек кулун экен, Эркек кулун, быйылкы мына ала кулун. Өткөндө ала кулун издедиңиздер эле го. Чокарбы. Ушунда көрүңүздөр, 32 000 сом дейт. Азыр бул жерден бир мен жакшы кулундарды көргөм эртең менен. Ошолорду тартып көрсөтөм. Эртең менен туугандар менен 2 кулун көрдүм эле, местный кулундар деген. Мына эркек. Акчасы 120 000 сомдон деген. Азыр ээси кайсы жакка кетти? Бир байкебиз кармап турган. Ээсинин номерин алып берейин дедим эле сиздерге. Азыр издеп көрөйүнчү. Жакшы кулундар ушу базардагы бою чоң экен эле. Туугандар, ээсин сураштырсам чай ичкени кетип калган окшойт, көрүнбөй жатат. Негизи базарда бүгүн ушу 2 жакшы чоң кулундар кирген. Кулундардын эң чоңдору ушулар базарда, Сокулуктагы. Так, сиздерге дальше азыр көрсөтөйүн. Мында да бир кара тай бар экен. Канча деп атасыз, шеп буну? 65. Полторашка экен. Эркек бургачыбы? Бургачы 65 000 сом дейт. Мында бир жакшы кулун бар экен. Байке, буну канча сурап атасыз? Эркек, Эркек го деме, кармап кетти. 60 000 сом дейт, эркекте. 60 000 сом. Сокулук мал базардагы өспүрүмдөр. Бул жакта да бир элитный жакшы өспүрүмдөр кирген экен. Азыр ушуларды айлантып барып сиздерге тартып көрсөтүп берейин. Көбүнчө эле туугандар мен тандап гана тарттым. Так. Мына канча деп атасыз, байке? 55. Эркек кулун экен, Мощный экен. Жанында да сиздикиби карасы? Карасы канча? Өкөтең 55 000 сомдон дейт. Сулуу кулундар. Сулуу кулундар. Бие канча экен, шеп, бие? 120 000 сом дейт, бие. Так, мына да бир тай турат. Эркек бул, ургачы экен. Ургачы эркекпи? Канча деп атасыз ургач? 65 000 сом. 75. 75 000 сом дейт. 80'ge satılad, Болду, 80'ge satılad. 80'ge satılad дейт.
Туғандар, бүгін Соқылық мал базарында ең қымбат бір құнаншық малар келген 700 000 сомнан деді. Азыр шуларға барып көрсетіп берейін сіздерге. Мындан да жақсы құлындар келіптір. Байке, құлын қанша сұратасыз? 100 000. Ұрғашы еркек пе? Еркек. Жақсы құлын екен. Номерді айтып қойсыз ба? Айтасыз ба номерді? Өшеден әлі сатасыз. Отырсыз. Содаңыз берсін. Содаңыз берсін. Мына жаннасы қанша? Сіздікі? Ұрғашы? Сойлау. Инвалид дейді, 60 000 сом дейді. Сойышқа дейді. Бұл біле? Бұл құлын екен. Азыр бұл жақта да бір құлын тұрады. Алынған бі, сатылған бі, сұрайыншы. Байке, алдыңыз ба? Қанша деп отасыз? Ұрғашы еркекті? Ұрғашы 55 000 сом дейді. 55 000 сом дейді. Так жануар, так. Чуден, бастырыңыз. Сіздікі бе? Қанша деді, ұқпадыңыз бі? Бұл жерде, так, туғандар ба. Айтып жатқан бір екі жақсы өспірім керек екен. Балалар қымбатырақ. Мына Соқылық мал базардағы келген өспірімдер. Мына палтарашканы 350 деді. Нарқыны. Мынаны қанша? 700 дедіңіз біле? 700 біле қанша біле? 700, а? Бұл мына палтара, өкөтең палтарашка, а? Тишін да көрсетіп қояды. Жоқ, тишін мен дұқым жетпейді, а. Башын көтіріп алса, қол жетпей қалады екен. Мына сіздерге жақсы өспірім туғандар. Қап-қара, чум-қара, қашқасымен. Номеріңізді айтып қойсаңыз? 709 0709 97 97 83 58. 83 Мынасы 700, нарқысы 350. 350, өкөн жашы бірдей палтарашка. Мынал Европа олы, Полша олы? Польша. Мына Полша, нарқысы? Алдылы бұл бияқтан болғанда. Бірақ нарқысы, а? Шүйдің бейсімен. Мынаны көріңіздер. Базардағы азыр номер один ба мен сіздерге айтып жатқан ең күшті жылқы туғандар. 700 000 сом, где-то 8 000 долларға жетпеген ақша болады. 7,5 мың доллардың тегереге. Номерін алып бердім. Туғандар, өспірімдерді болшынша тартты. Маған белер тартайын сен, белердің көбіншелі аткорымдағы мындай сынақы белер жоқ екен. Азыр ең чет жақта бір белер кірген екен. Қарасам ден солу, таза пұттар, таза белер бар екен. Ошоларды мен сіздерге болшынша мындай качественный жақсы товарларды көрсеткенге әрекет қылайын. Туғандар, бей сұрағандарға мынау шу белер қаншадан болды, шеп? Қаншадан сатылды? Сетка мына бей қаншаға сатылды? 110-ға алынып тұр. Бақауды Россиядан келген ұқсайды. Мына туғандар мына таза бейлер. Көбінше башқа жақтардан келіп қалады. Шеп, мыналар бейлер бе? Аттар, бейлер. Балар қандай олдады, балар? Балар қанша не олдасыз? 120 000 сомнан. Крука. Ютубқа. Мал базар. Номеріңізді айтып қойсыз ба? Номер 0707 0707 53 56 25. 25. Сойғонғыздағы малғыланға да болады екен. Базардағы бұтығыл таза енші қылғанға белер туғандар. Байке өз номеріне байланышсыздар. Арасында бұнан бұшты байталар жана еркек құнандардағы аралашма екен. Туғандар, мынал жерде дағы Россиядан келген ұқсайды. Белер бар екен. Бұлар біраз чоңырақ белер екен. Бұлардың номерін алайын сем, иелерге де шындай хазайындары жоқ болып қалады. Анан тілек қаршы сіздерге номерлерін ала албай қалам. Если жылқы алсаңыздар, шу мал базардан келіп алсаңыздар, бағасы да жөнді болады, сұраған бағадан түседі. Көріңіздер, азыр екінші шығарылышты аттар менен баштап береміз. Каналға қатталып, лайк бастырыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Өзбекстан башка жактан сурап жатасыздар. Ошко машина барыбы, Өзбекстанга машина барбы дейсиздер. Мына каждый воскресенье мына Соқылық мал базарга ушул жерден келет. Мына келип, мындай чоң закрытый, жакшы условиясы менен машиналар бар. Жолдон чөп да жеп кетет. Мына ушул номерлерге сиздер кайрылыңыздар. Бул жерде азыр 2 линия бар.
Сокулук мал базарга келсеңиздер эле ушул мына чоң гигант турат, мына 06782 деген номер. Ушулар Ош, Бишкек жана дагы Өзбекстанга мал өткөрүшөт. Ушул мына машиналар келет, постоянно алып кетишет. Доставкадан эч кыжалат жок. Мал базардан мал алсаңыздар. Экинчи машинасы бул дагы ушу өкө тең закрытый условиясы менен жолдо малдарыңыздарга чөп берилет туугандар. Мына номерлери, ушул номерлерге байланышыңыздар. Мына номер ушу эки машина ушул жерде сиздердин кызматыңыздарда.